Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен мынау постта сіздерге нақты дәлел келтірейін деп, мына қазақтарды дискриминация жасап жатқан, қазақтарды екінші сортқа айландырған. Мысалы, баяғыда 60-шы жылдары Америкада Ку-клукс-клан болған, расовый дискриминация, негрлерді екінші сорт қылып, автобусқа мінгізбей қойып, ақтар мінген басқасы басқа. Енді мына жерде Қазақстанды өздері көріп отырсыздар. Біздегі нағыз внутренний айтады ғой, ішкі сыртқы политиканы ол президент не қылады. Администрация президенттігі береді, ол жоғары сот, бас прокуратура, КМБ, полиция, акиматтарға бәріне бұйрық береді. Сөйтіп мынау біздің қазақтарды әбден қысып екінші сортқа айландырып жатқанға сияқты. Соның бір дәлелін көрсетейін деп, нақты. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, осы былтыр 2025 жылы январдың 6-сында, 7-сінде ма, 2 күн подряд, бір орыс жігіт азамат, бұрынғы Ресей азаматы Измаилов Эльмир Галиевич дейтін, мені со злобой өте қатты жаман сөздермен боқтап кетті. Нахуй иди, гандон ебаный. Ты что материшься, Шел нахуй, блядь, шел нахуй. Иди, долбоёб, блядь. Как тебя зовут, парень? Нахуй иди, долбоёб. Я пойду тебе, потом увидишь. Блядь, дебил ты больше. Мен оны түсініп полицияға бердім кейін оны. Полиция іздемейміз деді. Кейін ақыры тауып, рапорт составить етіп, в общественном месте нецензурный брань выражался деп, басқа жеңілменен административный сотқа апарды. Административный сотта менің қазір немне сот фамилиясы Әлімбек, по-моему, өте дұрыс судья. Нағыз осындай судьяларды қалалық соттың төрағасын қоюға болады. Хотя оған кішкене жұмсақ қарады. Сол жерде анау азамат айтты, орыс. Мен кінәлімін, мен без причины оскорбил, настроения не было. Там Садыков сделал крайний, признаю свою вину, сожалею о содеянном. Просто, скажем так, был неудачный день, у меня там были плохие новости, семейные обстоятельства, и я просто сорвался на господине Садыкове и его оскорбил. Скажем так, у меня было плохое настроение там по личным причинам, и я просто сорвался. Я признаю свою вину, я не должен был так делать, но то, что случилось, то случилось. Ол Измаиловқа сот 10 сутка арест берді. Ол 10 сутка арест отырған да жоқ. Біз барып тексердік әтей. Нақты десеңіз міне жердегі не алған. Отырған жоқ. Масқара ғой. Кейін соттағыларға менде адвокаттың ешкім жоқ. Мен айтып отырмын, мен азаматтың адым сот емес, қылмыстық сотқа өткізіңдер материал деп. Ол кісі айтты, біз оны мынау 10 сутка берген, ол ешқандай немнесі жоқ оған. Ол қылмыстық немнеге беруге құқыңыз бар, и өрде басқа баппенен соттайды оны. Оны бұған ешқандай немнесі жоқ деп түсіндіріп берді. Адым сот, судья, Әлімбек дейді, азамат. Вы на что ссылаетесь? Оскорбили. Там не предусматривается ответ за нецензурное общественное. Это другой состав. Если вы считаете, что уголовно помимо этого имеет, вы не имеете права обратиться по данному факту. Мы сейчас разбираемся по факту нецензурной брани общественного места. Вот это и есть нецензурная брань, это оскорбление 131 статья. Послушайте меня. Потерпевший. Вы меня заслушаете сперва. В настоящее время дело возбуждено. Дело по факту нецензурной брани общественного места. Статья 404, часть 1. И суд рассматривает. Я вам еще раз разъясняю. Вы заявили ходатайство, суд отклонил. И повторно заявлять надо ходатайство не стоит. Я вам разъяснил. Если вы считаете, что уголовный проступок имеет, обращайтесь по данному факту за оскорбление. Оскорбление не охватывает нецензурную брань в общественном месте. О чем и вам адвокат разъяснил. Вы хотите сказать, подождите минуту, вы хотите сказать то, что вы сейчас, если сегодня примете, так сказать, лояльное решение в отношении правонарушителя, это не мешает мне обратиться также в уголовный суд? Так? А? Кейін ол кісі айтқан екен, рас заң бойынша да сондай.
Ол басқа статьямен, мынақта басқа статья. Мен оны жаңағы уголовный сотқа бердім мынандай, немене қылсын. Ол сөйтіп уголовный сот жаңағы заключение судебный экспертизаны алды. Ол жерде действительно айтты, ол маған адресовать еткен, жаңағы ол жаңағы қылмыстық іске жатады дейді. Бірақ Ноғаев дейтін судья жібермек. Кеше жаңағы подъезді бычок неғып жүргенде қалай судья болып өткен, оны жаңағы ақтап, кінәсіз тауып, мен кінәлі тапты. Сөйтіп жағдай жасады. Еще оған кесім сұрады, от всего неғылып. Көріп тұр, мына қандай политика өткізіп жатқан Ресейдің қасында. Тұрып кешірім сұрағандай қылғандай. Сөйтіп оған жағдай жасады, менен ақша взыскать етті. Нағып десек, мен оны сотқа бергенмін. Приговорил Измайлова Альмира Галича признать невиновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса, и оправдать за отсутствием его деяния состава уголовного правонарушения. В соответствии с главой 4 Уголовно-процессуального кодекса признать за Измайловым право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. От имени государства и от имени суда подсудимому, ныне оправданному Измайлову приносят извинения за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Ол мені боқтайды. Ол мені кейін тағы сотқа берді. Сотқа берді, ол жағы ісі жағы именно судья Арстанова дейтінге түсті. Баяғыда есінде 22 жылы ма, мені қараптан қарап, танымайтын адамның пайдасына миллион теңгенің асады ақшам взыскать еткен. Аны не үшін? Нақты десең, мен постқа қарсы шыққам, жағы атомный электростанция жағы Қазақстанды соғылмасын, так как по возможно приказу Путина только исполнять дегендей қылып. Сөйтіп мойны дәл именно соған судья түсті. Мен встречный иск бердім оған. Соған екі күшті дәлел документтерді қостым. Кейін сотта болып отыр, ол дәлелдерін бәрін алып тастады. Арстанова судьяның төрағасымен қаралып отқанда. Кейін мен жаңа соттың төрағасы Клеубаев дейтінге айттық, қайта не қылып. Мен дәлелдерін қоттым, мына жердегі бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп. Кейін аяқ жағында амал жоқтан қосты. Қылмыстық іске тартыңыз, ол кісі құрттесінен деп не аяқ жағында бердім ғой. Оған жауап та берген жоқ. Дисциплинарный советке не қылған да жоқ. Рассматривать еткен жоқ ол хатқа. Мен берген арыздар. Сөйтіп сотта отырмыз, мен сұрақты қояйын демем, айтайын деген. Мынау мен өзім встречный искі дәлелдерін қосып еді. Сол бар ма жоқ па? Мына жерде жоқ деді. Суды вопросы не задается дейді. Надменно бір үшінші, төртінші сот сияқты адамға сияқты. Мына видеодан көріңіздер. А почему? Я вместе их сдавал. Я их вместе сдавал. В течение 5 рабочих дней судья решает вопрос о принятии или не принятии встречного иска. Нет, я спрашиваю. И вносится определение. Вы суду вопрос не имеете права задавать. У вас такого права нету. Понятно, да? У меня вопрос к суду есть. Вот я суду вопроса нет, я хотел... У вас нет права вопроса. Нет. Кейін артынша Измайлов дейтін орыс азамат сұрақ қойып еді, жалпаңдап, немнесін жалайын деп жіберейін деп тұрған сияқты болып жауап беріп жатыр, қайта-қайта. Оның үстіне адвокат сияқты үйретіп жатыр. Ол құқығы жоқ ондай. Ол грубейшее нарушение судебной этики дейді немене қылғанда. Сөйтіп оны үйретіп, мынандай документтерді ал, нотариуспен заверить ет. Сөйтіп Садыковқа сотқа беруіңе болады деп. Адвокат сияқты не қылып жатыр. О, грубейшее нарушение судебной. Уважаемый суд, можно вопрос задать? Вы давали разрешение на видеозапись заседания сторонами процесса? Никто не ходатайствовал о разрешении. Еще раз, вас не слышно. Видео включите. Так. Вот, извиняюсь. Оно почему-то пропало. Уважаемый, еще раз, я не расслышал ваш ответ. Вы давали разрешение на запись? Никто не спрашивал на то, чтобы видеозапись вести. Если вы считаете, что задето честь и достоинство, вы обращаетесь в суд отдельным иском. Понятно, да? Хорошо, окей. Потому что он сегодня... Здесь категория дела взыскания, честь и достоинство, это иная категория дела. Вы можете обратиться в суд, у вас это право сохраняется, если вы считаете, что нарушены ваши права, нотариально заверяете данные переписки, аудио, видеозаписи, вы подаете, у вас есть право подать иск о защите чести и достоинства. Понятно, да? Продолжим заседание.
Соған ол мен өткізген соттың төрағасына дисциплинарный комиссия Алматының жағы немнесінде берді, ешқайсысы жауап берген жоқ. Көрдіңіз ба? Анау немнесін аз болғандай, сөйтіп не қылды. Анау приговорды жағы мен обжаловать кеттім. Жағы жоғары генеральный прокуратураға өтінішпенен ноябрьде жағы мына приговор заңсыз, бәрі көрініп тұр, Асыловқа. Ноябрьдің 15-не ме 16-сы ма түсті, істі шақыртты, ол әтейі ноябрь, декабрь, январь 3 ай созып, әтейі созып, сөйтіп, январдың 7-сіне шейін менде жаңа боқтады ғой. 14-не шейін созып, сөйтіп, жауап берді отписка. Жағы уголовный проступок арқылы, сол срок жағы подачи қылмысқа шақырту неғылу үшін жағы 1 жыл срок. Ол срок өтіп кетті. Қарамайсыңдар ма? Қандай? Ең үстінен болып жатыр оның барлығы. Баяғыда жағы бізді қазақтарды жағы 2-ші, 3-ші сорт мен жерге қылғаныма өзім көз қарасым күмән бойынша сондай қыл жасап жатыр. Түсіндіңіз ба? Сондай политика үстіне түсіп жатыр. Мынау судьяны Арстанова қылмыстық іске ешқандай тартқан жоқ. Судебный этикадан неғын жоқ, арыздарымыз жауап бергенде жоқ. Бас прокурорын істеп жатқан тірлігі анандай. Онысына анау 10 суткада отырған жоқ. Өздеріңізде осы жерден пікір, өздеріңе қорытын шығара беріңдер. Қазақтарды жағы, аши мынау индейцте емес, мынау чукча немлер сияқты. Америкада индейцтерді не қылып еді ғой жағы. Одан да беспетер болу мүмкін деп ойлаймын, Құдай сақтасын. Енді мынау 60-шы жылдар негрлерді жағы 2-ші сорт қылып, автобусқа мінгізбей жағы, ақтар отыратын жерде ресторанға отырғызбай, сондайды келтіруі мүмкін. Түсіндіңіздер ме? Енді мына жерде сіздерге өтініш немнен бар еді. Сіздер мына жерге мен осы айтылған постымдағы пікіріме, күмәніме, көз қарасыма жазсаң жақсы болады деді. Мынандай Ноғаев дейтін Арстанова сияқты судьялар сот істеуге құқы бар ма, жоқ па? Жоқ, мынау Арстанова сияқтыны өзін соттап жіберу керек па? Жағы сотты қылмыс іс қозғатып соттату керек па? Нақты десеңіз, мен дәлелдерім. Азамат істер, мен дәлелімдерімді алып тастап, жағы мен жағы оппонентіме жағдай жасап, жағы Измайлов дейтін бұрынғы Ресей азамат жағдай жасап отыр ғой. Ол жағы бірінші жағы анаға қатқан грубейшее нарушение судебной этики, екіншіден мынау қылмыстық алып тастағаны, қылмыстық деп азаматтық істен жағы мен дәлелдерін алып тастаған, ол қылмыстық іске жатады. Сол пікірлерін қалдырсаңыз. Осының бәрі үлкен дәлел жағы. Бізді мынау конституцияда не қылып жатыр, әтей уже орыс тілін жағы бірге қазақ тілімен не қылып алады да, кейін аңгір таяқты талай ойнатқызады әлі деп ойлаймын. Осы жердегі айтылған көз қарасыма, пікіріме, өздерінің көз қарастарыңызды, күмәніме қалдырсаңыздар. Мынау судьялар құқы бар ма жұмыс істеуге, жоқ па? Жоқ, Арстанова қайта өзіне қылмыстық іс қозғалту керек па? И басқа айтылған посттағы пікірлерімді қалдырсаңыздар болады. Жақсы, рахмет.